Ал қадірменді қалайық, мен өзім мың бір түнді қиын жақсы көрем. Мына менің жеке кітапханамда орысшадан Қалтай Мұхамеджанов аударған осындай бір қазақша аударма бар да. Міне қараңыздар. Бұл өте жақсы аударылған кітап деймін. Өлеңдерімен қоса жақсы аударған, сосын мынандай иллюстрациялары бар. Осындай ақ-қара түсті бар, мынандай түрлі түсті бар. Аудармасы жағынан сапалы шыққан айттым, бірақ аударма болғандықтан бәрібір бір қателер шығып тұрады. Міне қазір мен мына екінші томда Омар ибн Нұғман патша және оның балалары Шарқан, Дауалмақан жайлы хикаяны оқып жатсам, мына жерде былай деп тұр да: алдияр патшам, мұның бәрі ежелгі Мира, қазіргі Бағдат шаһарында дейді де, Мира шаһары Бағдат деп астында жазып қойған екен. Мен жаңағы орысша нұсқасында оқысам, о жерде де город Мира деп жазылып тұр да. Бірақ менің білуімше Бағдат ешқашан Мира деген атаумен мәлім болған емес. Алдында Википедияға бардым, Википедияда қарасам, Бағдаттың бұрынғы аты арабша Мәдинатус Салам, яғни қазақшаға аударғанда бейбітшілік шаһары, немесе сол орысшасы город Мира екен. Сонда Қалтайға чатасқан екен деп өзім топшылаймын да, өйткені город Мира адам чатастырады, оны жаңағы бейбітшілік емес әлем шаһары деп ойлауы да мүмкін ғой. Енді мир деген орысша бейбітшілік пен әлемді білдіреді ғой. Немесе сол тікелей Мира деп ойлауы мүмкін да аудармашы. Міне мына жерде Қалтайға солай тікелей алған екен, ежелгі Мира деп, Мира қаласы деп. Енді ол кезде түсінікті ғаламтор жоқ, Википедия жоқ, бірақ бәрібір де энциклопедияға қарауға болатын еді. Әттең мен жанында болсам, осы қателігіне нұсқайтын едім. Сондықтан енді аудармашыларға айтарым, орыс тілінен қазақшаға аударғанда осылай мұқият, тиянақты болуларыңыз қажет.